Рахмет, енді сіздерді білмеймін, өзіміз күшті айттық деп ойлап тұрмыз. Қол соғып қойыңыздар. Неге? Құтты болсын, құрметті ағайын, ән айтсаң да жаныңды жеп айтасың дейді. Мінеке алдарыңызға өнерін көрсетіп жатқан Рүстем деген балаларыңыз енді құрметті ағайын той құтты болсын. Бір әдемі той болып жатыр, көптен көрмеген ұлы той. Астанадан алып отырыңыздар. Жалпы грузиндер тойға келгенде былай деп тілек айтады екен: 1 жас пен 10 жастың арасындағы бала анасымен ұйықтайды дейді. Өйткені ол 1 жас пен 10 жастың арасындағы бала әлі сәби, әлі бала. 10 жас пен 20 жастың арасындағы бала арманымен, қиялымен ұйықтайды дейді. Мұнда отқан еркектер біледі, бетіңе безеу шығып бір түрлі болып жүресің, переходной возраст. 20 мен 30-тың арасындағы жігіт үйленіп үй болып әйелімен ұйықтайды дейді. 40-тағы еркек басқа да әйелдермен ұйықтай береді дейді. 50-дегі еркек бұйырғанымен ұйықтайды дейді. Қазір айтады екен, 5 жастағы бала ойнайтын асығымен ұйықтайды. 25-тегі жігіт жолыққан ғашығымен ұйықтайды. 30-тағы еркек сүйіп қосылған асығымен ұйықтайды. 40-тағы еркек өмірін есептеп есік етіп ұйықтайды. 50-дегі еркек ұл-қызын уайымдап уайым қайғысымен ұйықтайды. 60-тағы 70-тегі шал дәрі-дәрмек ішетін қасығымен, 80-дегі 90-дағы шал кемпіріне теріс қарап алып Құдайдың берген нәсібімен ұйықтайды дейді. Нәсібіңізді мол болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Құтты болсын тойларыңыз. 5 күндік мынау жалғанға кімдер кеп, кімдер кетпеген, Болат ағамның 50 жылдық тойы деп ағайын туыс беттеген. Қонақ дейтін құт дейді, қыдырыңдай күттеген. Осындай той жасап берген Гүлмира тәтем Болат ағам мақта келді. Бір қол соғайық. Рахмет. Қарайды, Болат ағайын, тойыңыз әрмен қарай жалғайып, қуаныштарыңыз қуанышқа ұласып тойдан тойға жете беріңіздер. Енді біз тойымыздың төріне осы жерде отырған сыныптастары, бүгінгі той иелерінің, отбасының жолдастарын шақырамыз, бірақ оның алдында құрметті ағайын сөзге тиге-тиге мына жерде Гүлмира тәтемнің жаңағы төркіні қай жерде отырды, қайда екен, болмаса Болат ағамның қай жұрты қайда екен көрінбейді деп отқан ағайындар болса, ол кісілер бір жағдайларға байланысты осы тойға келе алмады, бірақ та Айбек үйленген кезде міндетті түрде келеміз деп телефонмен звондап құттықтап сәлемін айтып жатыр. Сондай құдаларымызға бір қол соғып қояйық, өзі болмаса да көңілде болсын. Той құтты болсын Гүлмира тәте. Енді ортаға сыныптастарыңыз, отбасылық достарыңызды шақырайын деп тұрмын. Мінекей Қанат ағамыз бастаған Балжан ханымдар, Мырзағали мырза, Асылхан, Райхан, Ахат, Гүлмира, Айдар, Айтгүл деген сыныптастар, достар келіңіздер. Той құтты болсын, билеп шығайық. Достар, бұл кісілермен жалпы талай тойда бірге болғам. Музыка қойсаң билей береді, вторникқа дейін билейді бұл кісілер. Міне, қуаныштарыңыз, берекелеріңіз құтты болсын. Араларыңыздан ақылдасып бойсыңдар. Бүгінгі қуанышты тойларың құтты болсын. Жастарына жас болсын, жастарына бас болсын, немере шөберелері көп болсын. Солардың құлығына тоймай, ағайын туысқанның ортасында өз тойларын жасап шақырып жүре беріңдер. Қуаныштарына ортақпыз. Сол әрқашан бақытты жүздерді көре берейік. Аман есен ағайын туысқан аман болсын. Ал Болат Мира тойлары құтты болсын. Денсаулықтарың мықты болсын. Алла-шағалардың қызығын көріңдер. Әмірше солай жүрдей жайнап жүре беріңдер. Болат бүгінгі мерей тойы құтты болсын. Қуаныштарына ортақпыз. Ырысжан, бауырымыз деп шақырып жүрген қуаныштарың құтты болсын. Бауырларың әрқашанда аман болсын. Енді бізде бәрі айтып жатыр ғой, дос деп, бізде міне 20 жылдай дос болып жатырмыз имамызбен. Енді өздерің енді бір жақсы семьясында үлкенге әрқашан ниеттеріңді білдіріп, кішкентайларға мейірімдеріңді білдіріп жүретін бір жанұясыңдар адал. Осы адалдықтарың әрқашан балаларыңа дарып, балаларың аман есен болып, енді тойымызды Айбек жалғастырсын, үйленсін, тойымыз той қылбаса берсін.
Құрметті бөгет, туғаныңыз құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, бақытты болыңдар бұл мереке. Айбек балаларына жаңа тілектер айтып отыр, енді жылы тойда отырайық деп ойлаған мақсатына дейсін, бақытты болыңдар, бәрі жақсылық тілеймін. Рахмет, мына жерде ағайын туыстар жаңағы болады, жаңағы жезделері, ағалары, жеңгелері өте бәріне осындай тойда отырайық, только той болсын. Рахмет. Sayımında kesmişsin dostum. Екеуміздің арамыз шақ екен. Өмір бірі болсын мен күтемін. Ал енді сен еліне талып мен әлі талғым жоқ. Бауырым туған күні құтты болсын. Енді осы бір мереке бірге қартайыңдар. Осындай жасап отырған дастархандар әрқашанда үлкен тойларда жайылсын. Бала шағалардың қызығын көріңдер. Немере шөберелі болыңдар. Олармен жасты көпшіліктің осыдан үш жылдығында, үш жыл бұрын осы жерде қызымызды ұзатып, мына немере сүйіп отырсыңдар. Енді шөбере сүйіңдер, жағдайымыз. Дос болғаннан кейін айтылатын сөздер көп. Нұрдөлдің өзінің ақпарын жұртта, өз бойы уақытта үйге келе жатырмын. Кел, бір қойыңа рет сойып саштысың, жарайды. Сол сияқты бөгем осында ақылыңыздың әрқашанда өзіңе жарасымды, тіл өзінен аман бол болсын. Неғылдайым, осындай жайған дастарханымыз мол болсын, осындай әкелерім, жезделерім, мына қарындастарым бәрі аман болсын, атсалысы болсын. Үлкен той жасап отырған. Бақытты болыңдар, Индира. Саған да айтарым, сенің де арқан ғой, ағам, кішкене арқылы. Соны енді қарай тұрыстайын, тақасы. Давай, бақытты бол. Бір адам шабалауын ойын демейді, ойын не деген абад? Ал енді құрметті досымыз болады, бүгінгі қуанышты мерейтойың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, Құдай осыған жағын гүлдер екеуі тәтті ғұмыр кешіп келе жатсыңдар. Одан әрі кеше беріп, немере сүйіп келе жатсыңдар, шөбере сүйіңдер. Бар өмірде баршасын тілеймін сіздерге. Осылай ағайын туысқандар аман болып, дәл болып еркелеп жүре беріңдер. Аман болыңдар. Қаланда Болат Мира, бүгінгі жасап жатқан тойларың құтты болсын. Тойларын тойға ұластырып жібереді. Енді біз Болатты осы мерекені осы 20 жылдан бері танимыз. Сол кезде қалай танысқанды қандайсыңдар, әлі сондайсыңдар. Ешқандай өзгеріп, кейінгі жастарында да болашақта да осы бір қалыпты өмір сүргендермен сондай болып қала беріңдер деп тілеймендер. Әрқашан осы бала шағаның қызығын көріп, немере сүйіп, шөбере сүйіп, Айбектің қызығын көрдіңдер енді. Барлық жақсылық тілеймін. Біздің мақтан тұтамыз осындай жолдастарымыз бар екені, жастар ағайын туғандықтан әр мақтан етеді осындай достарым сондай арқылы айтысыңдар, ағайын туған достарым ортасында да байқап жатырмыз. Әрқашан биіктен көріңіздер. Рахмет, айтқандарыңыз, тілектеріңіз орындалсын, қуаныш тойларыңыз құтты болсын. Той үйлерін құттықтап бір билеп қайтайық, құрметті ағайын. Ортаға шығып вальс билеп қайтыңыздар. Мінекей, бағана көпшіліктің сұрауы бойынша махаббат би қойылмады деп жатыр. Той құтты болсын, келіңіздер, құрметті ағайын. Әнші болмасам да әнші сияқты бір ән айтып берейін. Қасымда серіктесім болсын. Бір сөм айналайын, той құтты болсын. Жібер. Ортаға, келin той құтты болсын. Билеп қайтыңыздар. Şarkım kelimez, aysız aşık asmaz. Gülümüzde yoldaşlar, özü yoldaşlar. Barajattan zamara, aylamaydı vakit. O dili tuvar.
Мінекей, баяғыда оғайын енді Гүлмира тәте тойыңыз құтты болсын. Келіңіз бір жаққа келіңіз. Жайғасып алайық барлығымыз. Енді құрметті ағайын, бүгін енді керемет тойымыздың әрмен қарай жалғасы болсын. Құрметті қонақтар, қазір тағы да бір керемет конкурсымыз, ойымыз ба? Әкеле беріңіз. Мына өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар ма? Экранды. LED экраны деп айтайық енді примерно сондай. Қазір осы жерде құрметті қонақтар, суреттер бейнеленген көресіздер, қоямыз. Сол суретке қарап мақал құрайсыздар. Кім бірінші құрап жауабын айтады, қолын көтеріп ортаға келіп жауабын айтсын, сол кісіге тағы да сыйлығымызды береміз. Орнымызда отырып, қолымызды көтеріп жауап береміз. Сыйлығымызды аламыз, құрметті қонақтар. Мінекей, көптеген осыған қарап мақал құраймыз, кім біледі? Бірінші көтерді, ханым келіңіз ортаға, келіңіз. Қошемет аямайық, мына кісіге. Мінекей, зат жасмендір ғой осылар. Егіздер қандай мақал? Айдағаны бес ешкі, ысқырға жер жарыңыз. Өте дұрыс жауап. Приз бар ма бұл кісіге? Қошемет ұрып қойыңыздар. Бәрекелді. Рахмет. Келесі суретке қараймыз, мақал құраймыз, жауабын айтамыз, сыйлығымызды аламыз. Келесі. Басқасын ғой, көрсетпей жатса басқасын ғой. Көрсетер ме? Айта салсаңыз, білсеңіз айта салыңыз. Қандай? Ақсақ қой түстен кейін маңырайды. Өте дұрыс жауап. Бәрекелді. Қол соғып қояйық, мынандай тапқырларымызға. Солда. Келесін көрсет. Қонақтар білген қонағымыз болса жауабын айтсын. Келесі бейнеге, суретке назар аударайық. Даусымыз кім бірінші айтты? Кім айтты? Төрдегі атам айтты ма? Мінекей, асық ойнаған азар дейді, дом ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып, құйрық жеген озар дейді. Өте дұрыс жауап. Келесін ғой. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейді, бауырымыз дұрыс жауап берді. Қошемет! Қандай мақал құрайсыздар? Дұрыстап. Қонақ келсе, қой егіз табады, дұрыс тәте. Бәрекелді. Қошемет. Бәрекелді. Жігіткен жеті өнерін аз дейді. Апай өте дұрыс айтасыз. Қошемет. Өте дұрыс жауап. Қарғаның көзін шықылмайды дейді. Өте дұрыс айтасыз. Бәрекелді. Келесі бар ма тағы? Келдің аяғынан, қойшының таяғынан дейді. Дұрыс айтасыз. Мінеке, керемет, тағы. Бар ма екен? Қыздың жолы жіңішке дейді. Дұрыс жауап. Бәрекелді, дұрыс айтасыз. Мінеке, не жақта отқан ханым апайымыз жауап берді. Керемет, мерекелі тойымыздармен қарай жалғайық. Қазақтың бір туар қызы Ганина Ералиева апайымыздың көз түрісінде әрсен деген ұлын айтқан өсиеті бар. Төсегінде
төсегіңде түні бойы өртенсем, қайғым жалғыз, кім боласың ертең сен? Көп жасасам күйігімді көрем бе, арманда боп кетер ме екем ерте өлсем? Жүрегімнен кетпей қойды ой теңсел, суымадым түні бойы өртенсем. Бүгін менің алақанымда отырсың, қайда ғана отырасың ертең сен? Құлыным, ыстық сезім емес ау бекер деймін, жамандығыңды көрмесем екен деймін. Ылғи сенің тойыңда ән салып күй тартқанымен күйігіңді тартпасам екен деймін дей. Ендеше Болат ағам, Гүлмира дедем, ол қыздарының күйігін емес, тек қана қызығын көріп жүре берсін. Құтты болсын тойларыңыз, той қыласын деген келіп тұр. Әне келіндер, бауырлары дейді Болат ағамның мінекей. Дәметкен бастаған Берік, Әсия, Бейбіт, Айгүл, Сәбит, Маржан, Мақсат, Бота, Самат, Жұлдыз, Әділ, Бақытгүл, Айдын, Айнұр, Алмас, Салтанат, Саят, Айнұр, Ернұр, Алуа, Айдар, Аслан, Дидар, Гүлнұр, Намнан дейді. Келіңіздер ортаға шығайық, бір билеп шығайық. Ал енді құрметті қауым, бүгін біздің Болаттың мерейтойы, тойлары құтты болсын. Енді бағана кешіріп келдім, кешірім сұрап жатырмын. Қызмет бабымен әйтпесе мен осы жерден таң қалып та қызмет қылатын келін едім. Енді Болат пен Гүлмирадан бүкіл алтын кешірім сұраймын. Ал енді білейміз, бүгінгі біздің Болатымыз менің қайнағам, енді мен 5-6 ай кіші болғаннан кейін Болат деп айтамын, менен кейінгілер айтамайды. Иә, Болат бізге бір қайнағадан бір бауыр сияқты, үлкенге де ел алады, кішіге бізге. Біз осы тұрған бәріміз Болаттан кішілерміз. Барлығымыздың жаңағы көңілімізге қарап, барлығымыздың ойымыздан шығады. Бәрімізді ойлаймын, ризамыз шығады. Бүгін бағана бес келін сәлем салдық қой.